Ассалаумалейкум. Бүгін сабақта мен сіздерге проходной включательді екі жерден басқаруды жалғап көрсететін боламын. Яғни қазақша айтқанда ауыспалы қосқыш дейді. Яғни бізде проходной включательді екі түрлі жалғаса болады. Біріншісі қорапта жалғаса да болады, немесе қорапсызда мына подразделитель ішінде жалғаса да болады. Ең әуелі бізде включательге қарайтын болсақ, бізде проходной включатель мынандай болады, мынандай белгісі болады. Яғни екі жаққа стрелкасы бар. Осындай басқа включательдерден айырмашылығы, яғни осындай белгіге қарап аламыз. Яғни бұл екі шетте тұратын яғни ауыспалы қосқыштың яғни шарт мынандай белгісі десек болады. Одан кейін проходной включательде бізде үш контактысы болады. Мынада осы екі шетте тұратын. Осы ең әуелі біз осы контактына қайсына бағанағыдай фаза береміз, яғни одан фаза шығады, соны тауып алу керекпіз. Оны мен сіздерге бірінші схема сызып көрсетемін. Мынау біздің включательіміз болса, яғни екі контактысы бар, яғни былай контактысы бар деген сөз. Яғни бірінші тестер болса, яғни мультиметрмен тауып аламыз, қалай дұрыс контактысын. Ең әуелі біз мультиметрді мынандай белгі болады, прозвонка дейді, соған қоямыз мультиметрді. Яғни мынандай прозвонка дыбыс береді. Екі контактыны қараймыз. Мысалы, бір шупты бүйтіп қоямыз. Одан кейін бұлай да қойсақ болады. Бұлай қоямыз және бүйтіп қойып танытын қараймыз. Яғни бұлай тексерсе болады. Бүйтіп қарайық. Яғни мына басқан кезде қосылады екен, мына контакт басқан кезде өшеді екен. Мына жағын тексерейік. Мына жағы керісінше, мына басқан кезде қосылады, айырылады екен. Басқан кезде айырылады, мына ажыратқан кезде айырылады екен. Яғни осылай тауып аламыз деген сөз. Яғни біздің қазір жалған кезде мынау біздің ең басты яғни неміз, контактымыз. Контакт, яғни мынағанда барады. Контакт басқан кезде мына контакт бізде мына контактқа тиеді екен. Кері басқан кезде мына контакт бізде былай қарай қозғалады деген сөз. Қозғалады деген сөз. Яғни ауысып қозғалады деген сөз. Екінші включательімізде дәл сондай. Егер былай алатын болсақ, мына контакт бізде общий контакт, яғни ең басты контакт, мына екі контакт бізде яғни кететін контакт деген сөз. Отходящий контакт болып саналады. Бізде несін мультиметрмен тауып алдық, енді схема жалғасақ болады. Тарату қорапшасы ішінде менде мына кабель, қоректендіру кабелі, яғни питающий кабель электрощиттен келеді, немесе басқа қораптан келеді, яғни питание алынады. Бұл жерде менде қоңыр сымды мен фаза ретінде алам, көк сымды 0 ретінде алам, сары жасыл сымды мен заземление ретінде аламын. Осы анықтап алам басында. Мен яғни қоңыр сымды мен автоматты жалғаймын, автоматтан яғни фаза питание келеді. Және бізде екі жерден басқарылатын болғандықтан, яғни біздің қосқыштарымыз включатель. Бұл жерге проходной болғаннан кейін екі жерден басқаратын болса, 3 жылды болу керек, кабелім 3 жылды таңдаймыз. 3 жылды және бір түсті болған жақсы. Өзіңізге шатаспас үшін. Екі включательге барады, мына бірінші включатель, мына екінші включатель болады, екі жерде болады, және мына біздің лампочкамыз. Осыны жалғайтын. Осы лампочканы екі жерден басқаратын боламыз. Жағып өшіріп. Олай болса бірінші мен нені көрсетем. Түсінікті болу үшін включательді қалай жалғаймыз. Бірінші. Бана біз анықтап алған болатынымыз. Мына контакт бізде общий контакт болады. Осыған фаза береміз. Мына екі контакт бізде ол бана екі кететін контакт, яғни. Екі контакт. Мен оған сарымен мына жасылды жалғайтын боламын. Жасылмен жалғайтын боламын.
яғни қоңыр сымды аламын, яғни коробкадан келетін мен, оны мен мына бастапқы неге жалғаймын. Мынаған жалғадым мына контактқа. Мына контактке енді мен мына екі контактқа кез келгенде мысалы жалғай берсем болады. Мысалы мен мына контакт үстіне көк сымды жалғайтын боламын. Яғни коробка барады көк сымды. Сым жалғайтын боламын. Одан кейін астына сары сымды жалғайтын боламын. Бүйтіп тартып тексеріп қараймыз. Мына контакт бізде дайын. Енді келесі мына екінші подрезекті жинайтын боламын. Бұған да дәл солай қораптан келіп тұрған қоңыр сымды ең әуелі мен мына контактке жалғаймын. Мына контактке. Так, жалғадық. Енді көк сымды мен үстіне жалғайтын боламын. Яғни мына кететін контактіге көк сым жалғайтын боламын. Және келесі кететін контактіге мен астына сары сым жалғайтын боламын. Енді жалғап алдым десе болады. Міне жалғап болдым. Енді включателім де дайын. Енді тарату қорапшасын ішіне жинайтын боламын. Клеммі вагымен жалғайтын боламын. Ең әуелі мен мына сол жақ включателден бастаймын. Немесе оң жақ включателден бастаса да болады. Мен мына сол жақ включателден қосып бастаймын. Яғни мен ең бірінші главный мына включательге барған қоңыр сымды, яғни қоңыр сымды. Соған мен питание беретін боламын, питание. Питание беретін боламын. Одан кейін включательде мына включателден шыққан көк сымды мен мына включателден шыққан көк сымды екеуіне бір-біріне жалғайтын боламын. Жалғадым. Одан кейін мына включателден шыққан сары сым, яғни мына включателден екі шыққан сары сымды, екі сымды мен сары екі сымды бірге жалғаймын. Жалғадым. Одан кейін мына включателден бана общий айттым ғой, ең басты негізгі контакт деп барған. Содан шыққан қоңыр сымды мен мына лампочкаға баратын, яғни электршамен баратын сымға жалғаймын, яғни қоңыр сымға жалғаймын. Осылай өзіңізге ең басында түстерді анықтап алсаңыз болады, яғни шатаспау үшін. Одан кейін келіп тұрған 0 мен, яғни электршиттен келіп тұрған 0-ды және лампочкаға баратын 0-ды, яғни 0 сымын мен екеуін бірге жалғайтын боламын. Осылай жалғаймын. Тартып қараймыз. Одан кейін заземление сымын, лампочкаға баратын заземление сымыз, яғни егерде бізде электр шамымыз, яғни светильник сырты қорапшасы банағыдай металл болатын болса, онда тоқ өткізгіш болған, яғни заземление сымы керек болады. Жалғаймыз. Міне менде айтқан кезде 6 скрутка дейінде айтқан шықты. 6 контакты бар. Осылай
Енді бізде питание беріп тексеріп қараса болады. Включать басамыз. Өшет. Мына включать басамыз. Мынадан қоссақ, мынадан өшіреміз. Мынадан қоссақ, мынадан өшіруге болады. Міне бүгінгі сабағымыз осылай. Яғни екі проходной включатель екі жерден басқару болды. Егер де видео ұнап жатырса, өз пікірлеріңізді жазып кетеміз.